Саламатсыздар ма? Номер 69 жалпы орта білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Күнтуова Айшолпан Дүйсенбайқызы. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының ауа райын болжауы. Бұл сабақта біз қазақ халқының ауа райын қалай болжаған және қазақ тілінің орфографиялық нормаларын талқылаймыз. Оқушылар үшін қызықты әрі пайдалы ақпарат береміз. Оқу бағдарламасына сәйкес мақсаттар: негізгі ойды анықтау, мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтауды үйрену, орфографиялық нормаға сай жазу, жалғаулар мен шылаулардың ерекшелігін ескере отырып, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай жазу дағдысын қалыптастыру, орфографиялық нормаларға шолу. Орфография гректің дұрыс және жазамын деген сөздерден құралған. Бұл фонетиканың жазудағы бірізді ережелерін сақтап зерттейтін ғылым. Бірінші, ережелерді реттеу. Орфография ережелері сөздердің қосымшалары мен жазылуын, сөз бен сөздің бірге, бөлек, деписпен қолданылуын, бас әріп, тасымалдың тәртіп заңдылықтарын реттейді. Екінші, ғылыми принциптар. Жоғарыда заңдылықтардың жиынтығын ұстанымдар немесе ғылыми тіл мен принциптар деп атайды. Бұл тілдің дұрыс қолданылуының негізі. Орфографиялық принциптар. Қазақ тілінде орфографиялық заңдылықтар үш негізгі принциптан тұрады. Оларды түсіну, дұрыс жазу үшін өте маңызды. Фонетикалық принцип. Сөз бөлшектері қалай айтылса, солай жазылады. Қосымшаның түбір сөздің соңғы буынынан соңғы дыбысына қарай қосылуы ескеріледі. Мысалы, адамның, кітаптар, көлге. Морфологиялық принцип. Сөздің түбір құрамы негізге алынып, дыбыс алмасу, өзгеру заңдылықтары ескерілмей бұрынғы қалыпта сақтап жазу. Мысалы, құмырсқа, құмырсқа емес. Шекара, шекара емес. Күндіз, күндіз емес. Дәстүрлі принцип. Қазақтың байырғы сөздері бұрын қалай қалыптасса, сол қалыпта бұзбай жазу. Мысалы, шабадан, чемодан емес. Аманкелді, аманкелді емес. Поезд, поезд емес. Мысалы, бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, бас әріп және тасымал ережелері. Төмендегі сөздерді қайсысы бас әріптен жазылатынын айтып, қалай тасымалдайтынын көрсетіңіздер дейді. Адам, Сәбит Мұханов. Күн, ғаламшар атауы, Шотландия. Қазақстан, Тайбұрыл. Ақбозат, жұлдыз атауы. Жайлау, жұлдызнама, жұлдыз, жеті қарақшы. Дауыл, қазақтар, ырым. Екінші тапсырмаға қарайтын болса, жалғаулар мен шылаулардың қолданылуы дейді. Бұл тапсырма орфографиялық нормаға сай жазу дағдыларын бекітуге бағытталған. Халық ауа райын қалай болжаған? Сейт Кенжеахметұлының Жеті қазына кітабынан алынған үзінділер. Бірінші, жылан мен күз. Жылан мезгілінде ұйықтамаса, күз ұзақ әрі жылы болады дейді. Екінші, табиғат апаттары дейді. Ордалы жылан құрт құмырсқа топ-тобымен басқа жаққа көше бастаса, жер сілкінеді немесе басқа табиғат апаты болады. Үшінші, ит ұлса дейді. Ит ұлса жаманшылық немесе табиғат апатының белгісі. Төртінші, сүйек сырқыраса. Аяқ қолы сынған адамдардың сүйегі сырқыраса, ауа райы өзгереді дейді. Бұны біздің ежелгі халық осылай ауа райын болжаған екен. Ауа райының халықтық белгілері дейді. Жазда құйын көп болса, қыс аязды болады. Қараша айында күн күркіресе, қыс қысқа болады делінген. Жаз найзағайлы болса, қыс жайлы болады. Көктемде күн көп күркіресе, егін шөп мол болып шығады. Қой тұяғымен төсін қасетін болса, қыс боранды болады. Қой тісін қайраса, боран немесе дауыл болады делінген. Күн мен желдің сыры дейді. Күн мен желдің қалай батуына қарап, халық ерте заманнан ақ ауа райын болжаған. Бұл табиғаттың тылсым белгілерін түсінуге көмектеседі. Қызыл шапақ.
батар күн қызыл шапаққа малынса, келер күн жазда ыстық, қыста жұмсақ болады делінген. Бұлт ыдыраса, егер бұлт ортасынан ыдыраса, ауа райы бұзылады. Егер шетінен ыдыраса, күн жылы болынады делінген. Аңзақ ыстық дейді. Жаз айында аңзақ ыстық болса, ол қыста қатты аяз болатындығына анық белгісі. Күн құлақтанса, қыста күн құлақтанып шықса, суық болады. Құлақтанып батса, суық сынады делінген. Жел бағыты: оңтүстіктен ұзақ соққан жел шығыстан соқса, ауа райы жақсарады. Батыстан соқса, қатты бұзылады. Күннің түсі: қызара батқан күн мен ашық сары болып батқан күн желдің және жаңбырдың белгісі. Ай мен аққудың белгілері: айдың күңгірттігі, шеңберлері және аққудың ұшу бағыты да халық арасында ауа райын болжайтын маңызды белгілер болып саналған дейді. Тымырсық күн: күн шыжып, тымырсық болса, артынан найзағайды күте беріңіз. Ай қызыл түспен қораланса, ай қызыл түспен қораланып, әлгі шеңбер кеңейіп жоғалса, келесі күні ашық болынады делінген күн. Екі немесе күңгірт шеңбер: осындай екі шеңбер немесе күңгірт бір шеңбер қатты суыққа көрінеді делінген. Айдың бұлыңғырлығы дейді. Ай бұлыңғыр болса, егер ай бұлыңғыр болса, жаңбырға қарсы, ал ашық түсті ай ауа райының ашық болатындығын білдіреді. Аққудың ұшуы дейді. Аққу солтүстіктен оңтүстікке қарай кеш қайтса, күз әрі ұзақ әрі жылы болмақ делінген. Ерте заманда ата-бабаларымыз осылай күн райын болжаған екен. Назарларыңызға көп-көп рахмет.